Сәлем достар. Сіздерге андай керемет узорды ұсынғым келіп отыр. Бабушкин квадрат деп аталады. Бұл мотив. Әр квадрат бөлек тоқылады. Содан кейін бірге жалғанады. Мысалы, осындай мотивтан осындай безрукавка тоқса болады. Сумка тоқса болады. Қазір мен сумканы көрсетейін. Мысалы, мындай сумка тоқса болады. Әр мотив тоже бөлек тоқылған. Асты двойной. Формасын ұстау үшін мында деревянная ручка салып. Негізі бұл квадрат, бабушкин квадрат мотиві универсальный. Бұмен сумка, кардиган, плед, жастықтың қабы тоқса болады. Содан кейін бабушкин квадрат тек қана осындай ғана емес, содан кейін мында әсемдеп тоқса да болады. Ішінде гүл тәрізді етіп, андай қылып жасаса да болады. Мен қазір сіздерге самый простой вариант, біздің өзіміздің бабушкин квадрат көрсетемін. Менде негізі бір түсте тоқса болады. Не болмаса әр түрлі қылып тоқса болады. Мен осындай әр рядты бөлек түспен тоққанды ұнатамын. Сол кезде әдемі көрінеді. Фактурно көрінеді. Ерекше көрінеді. Ал іске сәт бастайық. Негізі бұл узорға жаңағы остаток жіптерді қолданса болады. Мысалы, біздерде көп остаток қалып қалады. Сол себепті мен мынандай остатоктардан, кардигандардан қалған, шапкалардан қалған остаток жіптерді қолданамын. Мен әлі до конца тоқып біткен жоқпын. Көріңіз, енді кончиктарын бәрін алған жоқпын. Дайын болмаса да сіздерге көрсетуге асықтым. Енді мен квадрат жасаймын. Бастапқы узорға мен сары алдым. Содан кейін қызыл алдым. Менде көрдіңіз, толщинасы бірдей, бірақ фактурасы бөлек. Мысалы, мынау қызыл менде махер 3-4 қабатты, мынау Ализе Суперлана Макси. Содан кейін мынандай остаток жіптер бар. Осының несіне қалыңдығына қарай мен өстіп біріктіріп алып жатырмын. Қалыңдығы желательно бірдей болған дұрыс. Сол кезде мотив бізде дұрыс шығады. Егер тым жұқа болып тұрса, онда білініп қалады. Бастайық. Бізде бұл мотив скользящая петлядан басталады. Скользящая петля. Бірінші жіпке салып, екінші жіптен петля шығарамыз. Тартпаймыз қатты, ұстап тұрамыз. Кольцоны ұстап тұрамыз. Петлямызды ұстап тұрамыз. На кончик ұстап тұрамыз. Мынау кончик бізге керек. Бұл аяқ жағында керек болады. Мынау біздің рабочий, біздің жұмыс жібіміз. Мына жерден петля шығып тұр. Енді бұл петляны мында зафиксировать. Бұл саналмайды. Енді бізде бұл мотив столбик с одним накидом тұрады. Көрдіңіз бе? Бір столбик с одним накидом, ол 3 воздушная петля. 1, 2, 3. Накид. 1, 2. Бір воздушная петля. Тағы да осындай 3 столбик с одним накидом жасаймыз. 1, 2, 3. Бір воздушная петля. Келесі. 1, 2, 3. Воздушная петля. Енді соңғы группа бізде 3 столбик с одним накидом тұратын. 1, 2, 3. Воздушная петля. И алдыңғы біз 3 петля подъема жасадық қой. Соның үшіншісіне 1, 2, 3. Үшіншісін санап аламыз да соған
соединительный петля жасаймыз. Болды, жібіміз бізге керек емес. Жіпті кесіп тастаймыз. Шығарып, сразу арт жағына саламыз. Арт жаққа тығып, міне арт жағына шығарып, жаңағы ең басындағы кончик тартқан кезде біздің скользящий петля жабылады. Бізде мындай круг, мини квадрат пайда болды. Әр 3 столбик с одним накидом ортасында бір воздушный петля. Енді мына жіпті сразу осы жерде бір-біріне жақындатып, через петли өткізіп, мына жерде түйін жасап кесіп тастаймыз. Бізге бұл уже керек емес. Келесі рядқа көшеміз. Келесі ряд менде мындай көкшілеу түс болады. Голубой, көгілдір. Қалаған жеріңізден жаңағы біз жасаған воздушный петлялардан аркаларға камерам құлап кетпесін. Осы жерден біз крючогымызды салып жіп шығарамыз. 3 петли подъема, 1, 2, 3. Накид. Осы аркаға біз 1, 2, 3, 2 воздушный, 2 воздушный, накид. И тура сондай 3 столбик с одним накидом сол жерге тағы да жасаймыз. Бізге сонда бабушкин квадрат узорының мотивінің бұрышы шығады. Бір воздушная петля. Екінші бұрышқа кірісеміз. Мына жерде екінші арка тұр. Сол жерге накид. Бір столбик с одним накидом. Тура сол жерге екінші столбик с одним накидом. Екінші столбик с одним накидом. Үшінші. 2 воздушная петля. Накид. Тағы да осы қайталаймыз. 3 столбик с одним накидом қайталаймыз. Сол жерге. 2, 3. Одна воздушная петля. Енді тура осы жаңағы 6 столбик с одним накидом ортасында 2 воздушная петля мына жерге қайталаймыз. Содан кейін мына жерге қайталаймыз. Сонда бізде мындай бұрыштар шығады. Накид. 1, 2, 3. 2 воздушный. Накид. Сол жерге тағы да 3 қайталаймыз. 1, 2, 3. Воздушная петля. И соңғы бұрышты өзіміз жасайық. Соңғы бұрышты жасадым. 3 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. И алдыңғы 3 столбик для подъема жасадық қой. Міне 1, 2, 3. Соның үшіншісіне соединительный петля жасаймыз. Жібімізді кесеміз. Бізге бұл керек емес. Біз үшінші түсті алып,
3 рядқа көшеміз. Мына жіпті біз алып сразу артына қарай жібереміз. Изнаночный жатқан. Мына екеуін біріктіріп, жақындатып, крючокпен байлап кесіп тастаймыз. Мынау біздің екінші ряд. Келесі ряд, үшінші ряд біз қызыл тіспен тоқиық. Үшінші ряд. Қалаған жеріңізден ортасынан, мына воздушная петляның ортасынан арка пайда болды бізде. Соған крючогымызды салып, жібімізді тартып аламыз. Три петли подъема, біреу, екеу, үшеу. Осы жерге біз осы жерге тағы да 2 столбик с одним накидом жасаймыз. Біреу, екеу. Воздушная петля. Бұрышқа осы мотивті, осы жаңағы қайталаймыз. То есть 6 столбик с одним накидом, ортасында 2 воздушная петля. Біреу, екеу, үшеу, 2 воздушная петля, төртеу, бесеу, алтау. Воздушная петля, накид. Мына аркаға 3 столбик с одним накидом жасаймыз. Біреу. Так, мына жіп бізге ілініп кетті. Так, біреу. Екеу. Үшеу. Воздушная петля. То же самое углды қайталаймыз. Әр углға, әр бұрышқа осы 6 петля қайталанып отырады. Сол кезде біздің мотивіміз өсіп отырады. Накид. 6 столбик с одним накидом. Ортасында 2 воздушная петля. Екеу. Үшеу. 2 воздушная петля. Қайтадан 3 столбик с одним накидом жасаймыз. Біреу, екеу, үшеу. Воздушная петля. Келесі мына жерге арка. Аркаға бір группа жасаймыз. Группа дегеніміз мына бір аркаға 3 столбик с одним накидом жасаймыз. Бұл бір группа деп аталады. Ал бұрышқа 2 группа жасаймыз. То есть 2 рет обязательно мына арасында бір воздушный петля болу керек. Енді біз қайттан бұрышқа келдік. Бұрышқа то же самое қайталанады. 6 столбик с одним накидом, ортасында 2 воздушный петля. Мына бұрышқа солай тоқылады. Бұрыштан кейін бізге бір группа. Содан кейін тағы да бұрыш. Мен соңғы бұрышын тоқыдым. Енді опять мына жерде соединительный петля жасаймыз да, жібімізді кесеміз. Мен бұл бабушкин квадратты 3 ряд тоқыдым. Егер сіздер үлкен қылам десеңіздер, басқа түс жалғап, жаңа мен көрсеткендей жалғап өсе берсеңіздер болады. Мысалы, маған мына 3 ряд жеткілікті, себебі мен кішкентай мотив жасап жатырмын. Көрдіңіз бе? Осындай мотивтер шықты менде. Енді егер сіз үлкен қылсаңыз, онда ары қарай үлкейе береді. Мысалы, мына жерде біз ортасында біреу болды ғой.
келесі рядта сіз әр аркаға мына жерден уже 2 группа тоқисыз. Ол 3 деп кете береді. Әр рядтан бір группадан қосылып отырады. Группа деген міне 3 столбик с одним накидом. Мына 2 арка болды, значит 2 аркаға 2 группа тоқылады. Ал мына бұрышы осы без изменения, ешқандай өзгеріссіз қалады. Бұл бұрышқа обязательно мына 2 группаны тоқисыз. Ортасында 2 воздушная петля болуы тиіс. Болмаса сізде бұрыш шықпайды. Түсінікті етіп жасадым деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар, жекеге жазыңыздар, комментария шығыңыздар.